Сәлем, құрметті достар. 2017 жылы жарық көрген шытырман оқиғаға толы «Прочь» атты фильмге қысқаша шолу. Фильмнің сюжеті қара нәсілді Андрей Хейворт есімді жігіт кешкі серуенде ұялы телефон арқылы қызымен сөйлесіп бара жатқан кезінде белгісіз адам оны талдырып машинасына салып, ұрлап алып кеткен жерден басталады. Айна алдында басты рөлдегі қара нәсілді жігіт Крис Вашингтон. Ол жас фотограф. Кенеттен біреу есікті қағады, ашып қараса қызы Роуз қонаққа келген екен, және оған әке-шешесімен таныстырғысы келетіндігін айтады. Әке-шешесі туралы мағлұматтар беріп, Роуздың әкесі нейрохирург Дин және анасы психиатр Мисси деп таныстырады. Роуздың айтуынша ол бұрын соңды қара нәсілді жігітпен кездеспеген, бірақ оның отбасы Кристі қарсы алатынына сенімді. Жол бойында Роуз жолда күтпеген жерде пайда болған бұғыны қағып кетеді. Келген полиция қыздың құжаттарын тексереді. Содан кейін Кристің құжаттарын сұрайды. Алайда Крис құжаттарды алуға дайын болған тұста Роуз оны тоқтатады. Және қысқа ұрысқаннан кейін полиция қызметкерлері оларды босатады. Крис пен Роуз үйге келіп, Роуздың ата-анасы және оның ағасы Джеремимен танысады. Алдымен Криске барлық жағдай қалыпты болып көрінеді. Бірақ көп ұзамай ол бағбан Уолтер мен қызметші Джорджинаның қара нәсілді екендігін байқайды. Түнде Крис Мисси мен оның 11 жасында жол апатынан қайтыс болған анасы туралы сөйлеседі. Әңгіме барысында Мисси Кристі гипноздайды. Оны паралитикалық күйге келтіреді және оның санасын бос орынға жібереді. Оны Мисси батыру деп атайды. Таңертең Крис төсекте оянады және оның қорқынышы бар екенін сезеді. Бірақ кейінірек Миссидің гипнозды шынымен қолданып, оны темекіні тастауға мәжбүр еткендігін түсінеді. Армитраж отбасы мүшелеріне қонақтар жыл сайынғы кездесулерге келеді. Онда әртүрлі егде жастағы ақжұптар Криске қызығушылық танытады. Ол қара қонақ Логан Кингті кездестіреді. Оның мінез құлқы оны алаңдатады. Ол өзінің ең жақын досы көлік қауіпсіздігі әкімшілігінің қызметкері Родпен телефон арқылы сөйлеседі. Ол өзінің гипнозы мен адамдардың ерекше мінез құлқы туралы айтады. Кейінірек ол Логанды телефонмен жасырын түрде суретке түсіреді, бірақ камераның жарқылы қосылып кетеді. Және Логанның мұрнынан қан ағады. Ал Логан болса Криске кет деп айқайлайды. Дин Криске Логанның эпилепсиямен ауыратындығын айтады. Оған Крис күмәнмен қарайды. Крис пен Роуз серуендеуге барады. Оның барысында ол онымен бірге кетуді сұрайды. Ол келіседі. Олар кетуге дайындалып жатқанда Дин Крис бейнеленген жұмбақ аукцион өткізеді. Аукционды соқыр саудагер Джим Хадсон жеңеді. Заттарды жинап отырып, Крис кланға Логанның суреттерін жібереді. Онда ол кланның бұрынғы досы Андрей Хейвортты таниды. Біраз уақыттан кейін Крис Роуздың ондаған фотосуреттерін табады. Ол көптеген қара адамдармен, соның ішінде Уолтер мен Джорджинамен қарым-қатынаста болған екендігін біледі. Дабыл қағып, Крис оған тез арада кету керек екендігін айтады. Бірақ Роуз және оның отбасы бұған жол бермейді. Крис қашуға тұрсады, бірақ Мисси гипноздан қозғалыссыз құлайды. Осы уақытта Род Крис әлі оралмады және телефон қоңырауларына жауап бермейді деп алаңдайды. Ол сонымен қатар Андрей Хейворттың бірнеше ай бұрын жоғалып кеткендігін анықтайды. Ол полицияға жүгінеді және оның жыныстық қарым-қатынас құлдығында деп айтады. Алайда болжамды полиция қызметкері детективтерді шақырып, оның болжамдарын мазақ етіп үстінен күледі. Крис орындыққа байланған қалпында отыр. Ол теледидардан көрген видеода отбасының псевдосмерти әдісі түсіндіріледі. Онда Дин өзінің үлкен достарының миын жас қара нәсілді адамдарға салатындығын айтады. Джим Хадсон Кристі қайтып оралу үшін Кристің денесін өзі ретінде пайдаланғысы келеді. Ал Крис өмірінің соңына дейін ішкі төп санада өмір сүреді. Крис неге қара адамдар? Джим қазіргі уақытта қара адамдар сәнде дейді. Жын орындықтың тесіктерінен пайда болғанын көріп, Крис құлағын жауып, гипноздық бұйрықтарды бұғаттайды. Джереми пайда болған кезде Крис оның басына қатты соққы береді. Содан кейін ол Динмен күресіп, бұғылардың мүйіздермен өлтіреді. Миссидің Кристі гипноздауға үлгермей қалады. Сонымен қатар пышақпен Миссиді өлтіреді. Крис үйге кетуге дайындалып жатқан кезде Джереми күтпеген жерден шабуыл жасайды және Крис оны өлтіріп тастайды.
Крис көзіне көрінген бірінші көлікке отырады және кетуге әрекет жасайды, бірақ Джорджинаны қағып кетеді. Ол оны анасына бір рет көмектесе алмаған үшін өзін кінәлі сезініп, өзімен бірге алып кетеді. Джорджина да операцияның құрбаны болды. Оның денесіне әжесі Роуз отыр. Джорджина өз-өзіне келіп, Криске шабуыл жасайды және апатқа ұшырайды. Және апасы қаза табады. Роуз машинаны қуып жетіп, Крисқа оқ жаудырады, бірақ тигізе алмайды. Содан кейін Уолтер Роузға көмекке келеді. Оның денесін Роуздың атасы бар. Крис Уолтер ішіндегі нақты адамды босату үшін телефон камерасының жарқылын қосады. Уолтер Роуздың мылтығын алып, оны атып тастайды. Одан кейін өз-өзін өлтіреді. Крис Розаны тұншықтыра бастайды, бірақ оны өлтіруге оның дәті бармайды. Бұл кезде полиция көлігі келіп жетеді. Роуз өзін құрбан екен деп ойласын дейді және көмек сұрайды. Бірақ полиция деп санаған адам ол Рот. Ол Кристің досы болып шығады. Және Роузды атыс жарасынан өлуге қалдырады. Екеуі кетіп қалады. Осымен достар, киноны тәмамдаймыз. Арнаға жазылып, лайк басуды ұмытпа.